Қайырлы күн, арнада БХМУ жаңалықтары. Бүгін Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті студенттер арасында студенттік ортада сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік пен академиялық адалдық қағидасын және еліміздің бәсекеге қабілетті адал тұлға имиджін қалыптастыру мақсатында «Адал бол» акциясы ұйымдастырылды. Мәңгілік ел болуға бет түзеген жас мемлекеттің дамуына кедергі келтіретін негізгі фактор ол сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлықсыз жарқын өмірге қадам басайық. Жемқорлық 21 ғасыр дерті, оны жою жастардың міндеті. Біз Махамбет атындағы жоғарғы оқу орны студенттері сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз. Адал бол. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттік маңызы бар түйткілді мәселеге айналды. Себебі бұндай әрекеттердің мемлекеттік қызметкерлер арасынан көрінуі қоғамда үкіметке деген сенімсіздік тудырады. Мен болашақ мемлекеттік қызметкер ретінде мемлекеттік қызметкердің атына кір келтіретін іс-әрекеттерден әркімде аулақ болған жөн. Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсымын. Адал бол. Қазақстан көпұлтты, болашағы сенімді, қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Алдымызда талай үлкен міндеттер тұр, және де сапалы нәтижеге қол жеткізуіміз керек. Біз жемқорлықсыз қоғамды таңдаймыз. Адал бол. Сыбайлас жемқорлықпен күресу тек құқық органдарының ғана міндеті емес, сонымен қатар барша азаматтардың міндеті. Оның алдын алу кепілі адамзаттардың белсенділігі. Мен болашақ еліміздің көк байрағын әлемдік аренада желбіретуші спортшы ретінде жемқорлыққа қарсымын. Адал бол. Адалдық адам бойындағы ізгі қасиеттерінің бірі. Біздің ата-бабамыз Төле би, Қазбек би, Әйтеке би, Қарақылды Қақжарған өте әділ де адал жандар болған. Біз сол адал жандардың ұрпағымыз. Біз жас ұстаздар жемқорлыққа қарсы жұмыс жасай отырып, қазақ елінің жастарын адал болуға шақырамыз. Адал бол. Жалпы қай елдің болмасын мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі де биік, тұғыры да жоғары болады. Ал мәдениеттің ең өзекті бөлігі ол өнер. Шынында да өнер мәдениеттің ең алтын қазынасы, адамның ұлылығын білдіретін ғажайып көріністердің бірі. Мәдениет пен өнер қоғамның дамуына ең қажетті екі сала болып табылады. Мәдениет пен өнері өркендеген қоғам бұл әрқашанда ілгерілеп дамиды. Сондықтан да біз болашақ мәдениет қызметкері ретінде, өнер адамы ретінде сыбайлас жемқорлыққа түбегейлі қарсымыз. Адал бол. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес баршамызға ортақ іс. Адал бол.